Сәлеметсіздер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Бәріміз сабаққа назарымызды аударайық және бірінші суретке зейін қояйық. Бұл балалардың іс-әрекеттері дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Сіздер өте дұрыс айтасыздар. Олар қауіпсіздік ережесін сақтамаған. Қауіпсіздік ережесі әрқайсымыздың өміріміз үшін маңызды. Өйткені өмір болған соң табиғатта түрлі қауіп-қатер болады. Демек, өмір қауіпсіздігі ең бірінші мәселеге айналады. Олай болса, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз табиғат және менің қауіпсіздігім. Өмір қауіпсіздігі туралы практикалық сабақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты геологиялық және табиғи климаттық апаттар кезінде өзін-өзі ұстау ережесін құру, өмір қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Табиғат ұғымымен біз бұрыннан таныспыз. Табиғаттың бізге берген сыйы жер, су, ауа және от. Жер бізге азық береді. Отпен жылынамыз, ауамен тыныстаймыз, сумен шөлімізді қандырамыз. Алайда бұлар табиғи апатқа айналу қаупі бар. Адам өмірінде табиғи қауіп-қатерден төтенше жағдайлар пайда болады. Төтенше жағдай дегеніміз табиғат немесе өндіріс апаттарының зардаптарын күнделікті қызметпен, қаражатпен жоюға мүмкіндік бермейтін мемлекетке төнген қауіп. Табиғаттағы катаклизмдер. Катаклизм сөзі грек тілінен аударғанда катастрофа, табиғи апаттар деген мағынаны білдіреді. Табиғи апаттар геологиялық және табиғи апаттар болады. Геологиялық апаттарға жер сілкінісі, вулканның атқылауы, селдің жүруі жатады. Ал табиғи апаттарға дауыл, қатты жел, су тасқыны, қар көшкіні, көк тайғақ жатады. Су тасқыны бұл өзенге, көлге немесе су қоймаларына жақын жерлерге судың жайылуы. Ол материалдық залал келтіреді, тұрғындардың денсаулықтарына зиян келтіреді немесе адамдардың өліміне алып келеді. Қар көшкіні бұл таулардың тік баурайларынан құлайтын немесе сырғып түсетін, жылжитын қардың массасы. Дауыл жылдамдығы 20-30 метр секунд болатын жел. Шаңсыз, құмды және қарлы дауылдар болады. Теңіздегі дауылды шторм деп атайды. Көктайғақ бұл суық жердің үстіңгі қабатына жауатын жаңбырдың қатуына байланысты жерде, ағаштарда, сымдарда және басқа жерлерде мұздық пайда болуы. Жер сілкінісі жер асты соққылары және жердің үстіңгі қабатының теңселуі. Оның ішінде энергия процестерінің қозуынан пайда болады. Бұндай табиғи катаклизмдер адам өміріне қауіп туғызады. Өз өмірің мен денсаулығыңды сақтау үшін қауіпсіздік ережелерін білуің керек. Соның бірі жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік ережесіне тоқталайық. Жер сілкінісі басталған кезде үрейленбеңіз және басқалардың үрейленуіне жол бермеңіз. Газ, су және жарықты сөндіріңіз. Жер сілкіну төменгі балмен жай болса, онда қорықпаңыз. Сол жерде тұрыңыз, яғни күтіңіз. Егер күшті жер сілкінісі болған кезде, сіз үйдің ішінде болсаңыз, екінші одан да жоғары қабатта болсаңыз, ол жерден ешқайда кетпеңіз. Ішкі қабырғаның қауіпсіз жеріне бұрышқа, есіктің жақтауына, ваннаға жатыңыз. Кереуеттің столдың астына кіріңіз. Себебі бұлар сізді құлайтын заттардан, сынықтардан қорғайды. Өзіңізді ауыр жиһаздар мен терезелерден аулақ ұстаңыз. Лифтіні пайдаланбаңыз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақты түсінген боларсыздар.
Енді мен сіздерге тапсырмаларымды ұсынамын. Бірінші тапсырма: су тасқыны, өрт, дауыл кезінде іс-әрекет ережесін құрастырыңдар. Табиғи катаклизм тақырыбына шумақ құрастырыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.